Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым осы аптаның соңында болатын Американың Канзас-Сити қаласында өтетін UFC Fight Night-қа арналмақ. UFC Fight Night-тағы басты мейн ивент бұл ерлер арасында жартылай орта салмақта өтетін керемет кездесу. Нөмірі 7-ші орында тұрған ирландиялық Иэн Мачадо Герри мен оның қарсыласы нөмірі 13-ші орында тұрған бразилиялық Карлос Пратес арасында өтетін тартысты кездесу болмақ. UFC Канзас-Ситиде өтетін ко-мейн ивент бұл ерлер арасында жартылай ауыр салмақта өтетін кездесу. Нөмір 15-ші орында тұрған американдық ардагер жауынгер Энтони Смит пен оның қарсыласы қытайлық Жаң Минян арасында өтетін гүржі жұдырықты жауынгерлердің кездесуі болмақ достар. Достар, осы шығарылым барысында біз бас аяғы осы UFC Канзас-Ситиде өтетін мейн карттағы 6 кездесуге тоқталатын боламыз. Олардың ең алғашқысы әрине ерлер арасында орта салмақта 185 фунт салмақта өтетін керемет кездесу болмақ. Дағыстандық Икрам Алискеров пен оның қарсыласы бразилиялық бұрынғы топ 15-ке кірген Андре Мунис арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың ойы бойынша Икрам Алискеров анық фаворит болып отыр. Біз білетіндей, Икрам Алискеровтың жалпы тік тұрып соғысуы бокс стилі мен нокаут күші бар жауынгер екендігін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің күрес стилінде өте керемет дамығандығын айта кетейік. Ал Андре Мунисқа келетін болсақ, Андре Мунистің әрбір бразилиялыққа тән джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің өте жоғары деңгейде екенін білеміз достар. Бұл кездесуде менің ойымша дағыстандық Икрам Алискеров Андре Мунисті нокаутпен болмаса техникалық нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін достар. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу ерлер арасында 170 фунт салмаққа дейінгі, яғни жартылай орта салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Америка мен Ямайканың атынан қатар өнер көрсететін Рэнди Браун мен оның қарсыласы даниялық Николас Далби арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың ойы бойынша ямайкалық Рэнди Браун анық фаворит болып отыр. Рэнди Браунның біз білетінде тік тұрып соғысуы мен грэпплинг стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің бокс стилі мен граунд энд паундның өте жоғары керемет деңгейде екенін білеміз достар. Ал даниялық Николас Далбиға келетін болсақ, бұл жауынгерді жан берісіп, жан алысқан айқастарды көріп жүрміз. Бұл жауынгердің тік тұрып соғысуы мен күрес стилінің өте жоғары деңгейде екенін білеміз достар. Жалпы Николас Далби кім деген сұраққа келетін болсақ, Николас Далбидің жалпы соңғы өткізген кездесулерінің бірі Татарстан өкілі Ринат Фахриддиновке қарсы өткізген кездесуін көрсеңіздер болады. Соған қарап Николас Далбидің қандай жоғары деңгейдегі жауынгер екендігін білеміз достар. Менің ойымша бұл кездесуде ямайкалық Рэнди Браун Николас Далбиді төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар ерлер арасында орта салмақта 84 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Нөмірі 14-ші орында тұрған бұрынғы жартылай орта салмақта өнер көрсеткен бразилиялық Мишель Перейра мен оның қарсыласы Германияның атынан өнер көрсететін дағыстандық Абус Магомедов арасында өтетін керемет тартысты кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың сәл ғана басымдығымен бразилиялық Мишель Перейра фаворит болып отыр. Біз білетіндей Мишель Перейра бұл өте керемет, жанкүйерлер жақсы көретін стилде төбелесетін, өте шоу қоя білетін жауынгер екендігін білеміз. Бұл жауынгердің жалпы капоэра стиліндегі, грэпплинг стиліндегі, джиу-джитсу стиліндегі, сонымен қатар тік тұрып соғысу стилінің өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Ал дағыстандық Абус Магомедовтың де жалпы рекордында техникалық нокауттар мен нокауттың көп екендігін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің тік тұрып соғысуы бокс стилі және де грэпплинг стилінің және де граунд энд паунд стилінің өте жоғары деңгейде екенін білеміз достар. Менің ойымша бұл кездесу тең дәрежеде өтуі тиіс, бірақ та Абус Магомедов төрешілердің шешімімен осы кездесуде Мишель Перейрадан жеңісті жұлып алып, топ 15-ке топ ете түсуі тиіс деп есептеймін. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу жартылай жеңіл салмақта, яғни 145 фунт салмақта өтетін керемет кездесу болмақ. Нөмірі 12-ші орында рейтингте тұрған грузиялық Дига Чикадзе мен оның қарсыласы Уганда елінің өкілі Давид Онама арасында өтетін керемет кездесу болмақ.
Бұл кездесуде сарапшылардың ойы бойынша африкандық Давид Онама Гига Чикадзеден сәл ғана басымдықпен фаворит болып отыр. Біз білетіндей, Давид Онаманың жалпы джуджитсу мен тік тұрып соғысуы бокс стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Ал біз білетіндей, Гига Чикадзе жалпы жан алысып, жан беріскен шайқастарда өнер көрсетіп жүр. Яғни осыған қарап Гига Чикадзенің бокс стилінің, тік тұрып соғысу стилінің, сонымен қатар ground and pound пен джуджитсу стилінің өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Бірақ та бұл дегеніміз Давид Онаманың нокауттық болмаса джуджитсу стилінің төмен екендігін білдірмейді. Естеріңізге сала кетейік, Давид Онаманың рекордында жалпы 7 нокаут, сонымен қатар 4 сабмишн бар екенін естеріңізге сала кетейін. Менің ойымша бұл кездесуде Давид Онама Гига Чикадзені төрешілердің шешімімен жеңе отырып, 145 фунт салмақта топ 15-ке топ ете түсуі тиіс деп есептеймін. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу осы UFC Kansas City'дағы Co-Main Event ерлер арасында 205 фунт салмақта, яғни жартылай ауыр салмақта өтетін керемет кездесу болмақ. UFC-дағы американдық ардагер жауынгерлердің бірі, осы салмақтың отымен кіріп күлмен шыққан ардагер жауынгерлердің бірі Энтони Смит өзінің UFC-дағы жалпы MMA мансабындағы соңғы кездесуін өткізбек. Біз білетіндей, Энтони Смит нөмір 15-ші орында тұрған болса, оның қарсыласы қытайлық Жан Миньян осы UFC Kansas City'де үлкен сенсация жасауға тырысатын болады. Сарапшылардың ойы бойынша бұл кездесуде қытайлық Жан Миньян үлкен фаворит болып отыр. Біз білетіндей, Энтони Смиттің жалпы грэплинг стилі, джуджитсу стилінің өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгер егер де қарсыластар нокаутқа түсіретін болса, оның әрі қарай ground and pound'ында өте жақсы деңгейде екенін білеміз. Ал Жан Миньянға келетін болсақ, Жан Миньян бұл кездесуде бекерден бекер үлкен фаворит болып отырған жоқ. Өйткені Жан Миньянның тік тұрып соғысу, бокс стилі, сонымен қатар кез келген қарсыласын нокаут пен техникалық нокаутқа сұлатып жүргенін білеміз, достар. Менің ойымша бұл кездесуде американдық Энтони Смит үлкен сенсация жасай отырып, өзінің көрермендерінің алдында Жан Миньянды кемінде төрешілердің шешімімен жеңіп, болмаса сабмишнмен жеңіп арқылы өзінің карьерасындағы, яғни мансабындағы соңғы кездесуін сәтті өткізуі тиіс деп есептеймін. Вот это поворот! Біздің соңғы тоқталатын кездесу, достар, осы UFC Kansas City'дағы Main Event ерлер арасында 77 кг салмаққа дейінгі, яғни 170 фунт салмаққа дейінгі өтетін тартысты кездесу болмақ. Топ 15-ке кіретін нөмірі 7-ші орында тұрған Иэн Мачадо Герри мен оның қарсыласы нөмірі 13-ші орында тұрған бразилиялық Карлос Пратес арасында өтетін тартыста қан жосаға толы кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың ойы бойынша Иэн Мачадо Герри Карлос Пратеске қарағанда сәл ғана басымдықпен фаворит болып отырғанын атап өтейік. Иэн Мачадо Герридің соңғы 3 кездесуіне тоқталатын болсақ, Иэн Мачадо Герри өзінің соңғы кездесуін UFC 310 турниріндегі Co-Main Event'ті біздің отандасымыз нөмірі 2-ші орында тұрған Шавкат Рахмоновқа қарсы 5 раундтық өте тартысты, шиеленісті кездесу өткізген болатын. Біз білетіндей, сол кездесуде Иэн Мачадо Герри Шавкат Рахмоновқа 48-47 есебімен жеңіліс тапқан болатын. Ал оның алдындағы кездесуін Иэн Герри UFC 303 турниріне Майкл Веном Пейджге қарсы өткізіп, жеңіске жеткен болатын. Ал оның алдындағы кездесуінде біз білетіндей, Иэн Мачадо Герри UFC 298 турнирінде Джефф Нилмен өткен өте жақын кездесуде төрешілердің шешімімен жеңіске жеткенін білеміз. Ал Карлос Пратеске тоқталатын болса, Карлос Пратестің 3 кездесуінің барлығы дерлік нокаутқа толы. Өзінің соңғы кездесуін Карлос Пратес Нил Магниге қарсы өткізіп, нокаутпен жеңіске жетті. Оның алдындағы кездесуінде қытайлық Ли Джинглианға қарсы өткізіп, ол кездесуде де қытайлық жауынгерді нокаутқа жіберді. Ал оның алдындағы кездесуінде американдық Белал Мухаммадтың командаласы Чарльз Раткиді де нокаутқа жіберген болатын. Осыған қарап Карлос Пратестің жанкүйерлерінің алдында өте керемет өнер көрсететіндігін атап өтейік. Менің ойымша бұл кездесуде Карлос Пратес Иэн Мачадо Герриді нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Және де осы арқылы Карлос Пратес осы жартылай орта салмақтағы рейтингтің топ 10-ығына топ ете түсуі тиіс деп есептеймін, достар. Достар, осы кездесулер бойынша өздеріңіздің ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. UFC Kansas City'да жіберіп алмайық. Келесі жолыққанша, достар.